Қайырлы күн. Бүгін өте дәмді, қамыры мінсіз болып келетін, бір жасағаннан шығатын өте дәмді бәліштердің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, одан кейін қантымызды саламыз, тұзымызды, ашытқымызды және де қасықтың ұшымен қамыр қопсытқыш салып, және де бір шай қасық майонез саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Кейін електен өткізе отырып, қажетінше ұнымызды қосамыз. Ұнымызды салып, жақсылап, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды көтерілгенше жылы жерге қойып қоятын боламыз. Менде қамыр 1 сағаттай тұрды. Одан кейін алып, қамырды жайып, бірнеше бөліктерге өз ыңғайларыңызға қарай бөліп аласыздар. Одан кейін бөліп алған қамырларымызды күлшелеп, барлығын дайындап аламыз. Дайындап қойған қамырымызды шетінен алып, дөңгелектеп жаямыз. Қамырды тым қатты жұқа қылдырып жаймаймыз. Барлығын орташа көлемде жайып шығамыз. Оқтаудың көмегімен жақсылап жайып аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Бұл жерде мен енді бұл бәліштерді духовкада жасайтын боламын, немесе майдада қуырып жасауға болады. Начинкасы өз қалауларыңыз бойынша. Мен бұл жерде пюремен және де дайын пысқан фарш болған, осы екеуін араластырып жасайтын боламын. Начинкамызды ортасына салып, жақсылап қолымыздың көмегімен ашылып кетпейтіндей екі жағын қыса отырып жасаймыз. Бәліштеріміздің барлығын осылай дайындап аламыз. Одан кейін дайын бәліштерімізді противенге орналастырамыз. Оның үстіне жұмыртқаны жағамыз. Жұмыртқаны жақсылап жағып шығамыз. 170 градуста 30 минуттай пысып шығады. Алдын ала қыздырылған духовкаға саласыздар. Міне біздің бәліштеріміз дайын, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде видеоға соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.